Сәлем достар, сіздерге мен Нұрлан Қалам. Бүгін бізде достар, бұл арнада видео болады. Көріп тұрғаныңыздай, бүгін мен қорқынышты оқиғалар туралы айтатын боламын. Неге ондай видео түсіріп жатырсыздар деп сұрап отырған боласыздар. Білмеймін не екен, түсіргім келіп кетті. Бұл арнада мен дейтін лайфстайл видеолар түсіргім келеді, андай влог, челлендждер, челлендж енді, конечно, вряд ли, но летсплейлар точно болады, арасында осындай блогтар болады. В общем, баяғы Нұрлан Қаламов арнасында қандай видеолар болды, сол форматтардың бәрі осы арнаға аударылады. Сол үшін тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар. Бүгін мен сіздерге қорқынышты оқиғалар туралы айтатын боламын. Достар, және де бұл видеоның качествосына мән бермеңіздер. Бұныкі мен веб-камерамен түсіріп жатырмын, так что качествосы шамалы болуы мүмкін. Дауысы енді точно білмеймін, дауысы нормальный сияқты, өйткені бұл білмеймін микрофон, но бұл микрофон тоже менікі емес. Бұл микрофон Айшердікі. Жақсы достар, көп сөйлемей қорқынышты оқиғаны бастайық. Неге мен қорқынышты оқиғаны айтып жатырмын? Біріншіден, менің ойымша бұл қызықты тема сияқты, сіздерге де бір жағынан тыңдау өте қызықты болады. Екіншіден, қазір сағат 12 болып жатыр, ровно 12 болып жатыр. Қазір сағат, егерде білмеймін, комменде ровно 12 болып жатыр ноутбукта. В общем, сол үшін мен кішкене айтқым келіп кетті қорқынышты оқиға туралы. Бұл оқиғаны достар сіздер естігенде шығарсыздар. Мен оны өзінің Қалам деген арнамда айтқан болатынмын. Бұл видеода, міне осы видеода мен айтқан болатынмын бұл оқиғаны. Енді бірақ бұл видеода мен толығырақ айтатын боламын сол оқиғаны. В общем, бастайық. Бұл дейтін достар баяғыда болған, кішкентай кезінде болған оқиға. Шын айтсам, ол кездерде мен неше жаста болғанын примерно білмеймін. Бір где-то может 13-те болған борым, или 10-да болдым ба, точно білмеймін достар, уже ұмытып қалдым. Және де ол кездерде мен үйде болдым, үйде өзім жалғыз болдым. Сонымен қатар мен ата-аналарым болды. Но ата-аналарым кетіп қалды жұмысқа, потому что олар сол кездерде күн сайын жұмысқа кететін болды, и мен көпшілігі уақыт үйде өзім қалатын болдым. В общем, өзім үйде қалам, и потом бір уақытта, оның алдында достар, үйде өзім қалмастан бұрын мен апам болған, және де сол апам маған тәжіктер туралы айтқан болатын. Егер сіздер білмесеңіздер, баяғыда бұрында Атырау қаласында, білмеймін, тек Атырау қаласында емес, бүкіл Қазақстанда болған болар. Білмеймін точно достар, тәжік деген бір ел болған. Мен білмеймін, қазір олар жақсы тұратын шығар, бірақ кезінде сол халық дейтін Қазақстанда тұратын болды, және де олар өте сондай кедей халық болды. В общем, андай далада жүретін болды, тиын сұрайтын болды, адамдарға жабысатын болды, үйлеріне келетін болды, үйлерінің есігін соғып тиын сұрайтын болды. В общем, сондай ел болды. Баяғыда негізі, егерде сіздер Атыраудың тұрғыны болсаңыздар, сіздердің естеріңізде болуы мүмкін, сондай тәжік деген ұлт болған. В общем, сол ұлттар болды. Мен қазір оларды ешқандай келемештеп жатқан жоқпын бұл видеода, ешқандай мен оларды жамандап жатқан жоқпын. Бұл видео жай ғана менің өмірімде болған оқиға. Мен сіздерге жай ғана тек айтқым келіп тұр соны. Білмеймін, бәлкім біреуге қызық болар деп. Так что достар, мен бұл видеода ешқандай ұлтты жамандап жатқан жоқпын, даже тәжіктерді де жамандап жатқан жоқпын. Егерде тәжіктер білмеймін, может олар қазір жақсы тұратын шығар, мен точно білмеймін. Негізінде олар цыган дейді, көбінесе цыгандар олар. В общем, сол. Жақсы достар, мен историяны дұрыстап айта алмайды екенмін. Бір затты бітірмей, екінші затқа кірісіп кетемін ба. В общем, сондай ел болған тәжік дейтін, и солар дейтін қаптап кетті Атырауда. В общем, барлық жерде болды олар. В общем, бір күні маған апам тәжіктер туралы айтқан болатын. Не айтты деп ойлайсыздар? В общем, ол қорқынышты оқиға айтты маған. То, что тәжіктер балдарды алып кетеді, өзімен бірге, және де сосын өздерінің қатарына қосып алады, сосын сен тоже өзінде сондай өткетесің деген сияқты әңгімелер айтқан болатын маған. В общем, мен соған жаман сеніп қалдым, и жаман қорқатын болдым. Мен ол кезде кішкентай баласың ғой, қорқасың ғой любой заттан. И сосын бір уақытта сол айтып болғаннан кейін мен жаман қорқып кеттім, тәжіктерге вообще жақындағым келмейтін болды. Мен сол кездерде көп қорқатын болдым солардан, өйткені олардың түрлері де қорқынышты болды. Шын айтсам, андай беттері қап-қара болды, и неше өздерінің тілдерінде сөйлейтін болды олар, и олардың тілдерінде білмеймін, маған реально сол бәрі қорқынышты көрінді. Маған келіп біздер даже базарға да барғанда да біз машинада отқанда машинаның терезесін ашып кәдімгідей өйстіп қарап, тиын сұрап, бір қуып жүрген жоқпыз, енді просто былай жауып тастадық, потому что білмеймін, қорқынышты болды кезінде, кішкентай кезінде қорқынышты көрінді маған. Сол қазір көрсем енді явно қорықпас едім, енді бірақ кішкентай кезінде қорқынышты болды. В общем, солай болды. Сосын енді апам бана қорқынышты оқиғаны айтқаннан кейін мен кәдімгідей қорқа бастадым тәжіктерден, и бір күні мен өзім қалам.
И бір күні өзім қалам да үйде отырам, и мен действительно қорықпастан, может келіп қалар тәжіктер. И сосын мен үйдің терезесін қарасам, үйдің терезесінде ар жағында тәжіктер жүр. Достар, мен білмейсіз жаман қорқып кеткен. Үйде өзімін терезені ашып қарасам, ол кезде прям күн сайын жүретін болды. Терезені өйтіп қарасаң, ашып қарасаң, терезені қарасаң, өйтіп ана жақта бір тәжіктер жүреді. И бір уақытта мен өзім отырам үйде, тып-тыныш, үйде нормально отырам. Білмеймін, не істеп жатқанын өзім де білмеймін. Бір ойыншық ойнадым ба, ойнап жүрдім ба, бір есік соғады. Мен тұрам, не істерімді білмей тұрам. Может, үйдегілер келген шығар деймін де, есіктің алдына барам да, ешкім ештеңе демейтін сияқты вроде. Сосын мен отырам, түсінбей жатамын, может үйдегілер шығар деп қайтадан отырам да. Неге сол кезде сол уақытта мен тексерген жоқпын кім деп? Білмеймін, әйтеуір. Короче, бір уақытта мен есікті ашам әйтеуір. Ашқан кезде банаға тәжіктер тұрады ғой. Кәдімгідей жаман қорқып кеттім ғой, сол кезде кәдімгідей қорқып кеттім, что қолында бір андай не болды, маса өлтіретін болады, андай шапалақтар. И сонымен, короче, өйтіп ұрған жоқ, мен просто өйтіп қорқытып қуып жүрдім ғой. Достар, өйтіп кеткісі келген жоқ, өйткенде бірген өйтіп шапалақ өйтіп жатым, кетіп болмайды, өйтіп маған қарап, өйтіп тұр маған қарап. Өйтіп алдым да, есікті жауып алдым ғой, кілтеп алған сияқтым соң. Содан кейін вообще прям жаман қорқып кеттім, бірақ бір жағынан да күлкілі оқиға болды. Енді қазір күліп қарайсыз, сол күліп есіме түсіремін соны. Достар, осындай бүлтүрлі оқиға кезінде болды, кішкентай кезінде. Менде қорқынышты оқиға емес шығар, бәлкім. Негізі бұл қорқынышты оқиға емес, бірақ маған ол қорқынышты оқиға ретінде көрінді кезінде. Сіздерге бұл қорқынышты оқиға емес сияқты. Маған кезінде жаман қорқынышты болды ол. Особенно когда үйдің есігін соққанда, и особенно когда мен есікті ашқанда, көріп қалғанда, көргенде сол кезде реально қорқынышты болды маған. Сіздер білмейсіздер қалай қорқынышты болған. Мен алып кететін бор деп страшно қорықтым мен. Мені алып кетіп, олар білмеймін, может басымды айналдырып тастайтын бор, может тағы бірдеңе өздерінің қатарына қосып алатын бор, сондай бірдеңе деп ойладым мен. Осындай история, достар. Енді білмеймін, толығырақ айттым ба бұл оқиғаны, толығырақ айтқан жоқпын ба, бірақ сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Достар, мен қазір көзім мына экранға түсіп тұр, негізі мен мұнда қарау керекпін ғой. Мен бандер мұнда қарап отырмын. Қуам мен негізінде. В общем, достар, сіздерге бұл видео ұнаған шығар деген ойдамын. Егер де осындай лайв видеолар көп күтсеңіздер, егер де сіздерге ұнаса осындай лайв видеолар, мен достар бұл видеоға ешқандай дайындалған жоқпын, ешқандай сценарий жазған жоқпын. Осы 5 минут бұрын осы ойыма келді осындай видео түсіру, сіздерге түсіре салайын деп шештім. В общем, арнаға тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, ал келесі кездескенше достар, сау болыңыздар.